камфор чайға қосатын нәрсе, имбирь чайға қосатын нәрсе, дәмі ұнаса корица қосыңыз. Дегенмен сол ішетін сұйық шайларыңыз арқылы да сіздер өзіңіздің иммунитетіңізді нығайта аласыз, асқазанның соғын жақсарту арқылы. Тағы бір ескеретін нәрсе, ол анемия келіншектер. Егер қаныңызда анемия бар екен, бұрыннан бар екен білетін болсаңыз, анемияны жоюға жұмыс жасаңыз, өйткені анемия иммунитеттің төмендеуіне алып келеді. Тағы айтайын деп отырған нәрсем, аяғы ауыр келіншектер, өтініш босанған келіншектер ешқайда қыдырмаңыздаршы, үйге шілдехана жасамаңыздаршы, құтты болсын айтып келген адамды кіргізбеңіздер. Болмайды. Қазіргі ахуалда сізде тек самосохранение, өзіңізді сақтау, бөпеңізді сақтау, жанұяңызды сақтау. Басқа нәрсе жоқ. Дүкенге жүгіріп барып сладкий соктарды алып бермеңіздер балаларға. Мына тәтті-пәттілердің заманын тоқтата тұрыңыз. Өйткені тәттінің бәрі иммунитетті төмендетеді. Мені дұрыс түсініңіздер. Қазіргі маңызды нәрсе гигиена, оқшаулану, қозғалыс, су ішу, иммунитетті көтеру. Басқа маңызды нәрсе жоқ. Давайте бірге болайық, дұғада болайық, қанымызды жөндейік, қозғалысты реттейік, оқшауланайық, су ішейік, қозғалысты күшейтейік. Осы қарапайым қағидаларды қосу арқылы күнделікті өмірімізге сіз өзіңіздің иммунитетіңізді жақсартасыз. Қаныңызды қайнатып қозғалтыңыз. Сол кезде ғана сізге өзіңізді қорғауға мүмкіндіктер көбейеді. Сау болыңыздар.